Біздің түп тамырымызға жаңаша көзқараспен қарауға жол ашып, әлемдік ғылым үшін сенсация саналған жаңалық 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған өнертанушы ғылымдар арасында қазақстандық Тутанхамон деген атқа ие болған алтын адам. Бұл жауынгер талай тылсым құпияның бетін ашты. Жауынгердің алтынымен апталған киімдері ежелгі шеберлердің алтын өңдеу техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. Сонымен бірге, бұл жаңалық дала өркениетінің зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай мифологияны паш етті. Дала халқы өз көсемдерін осылайша ұлықтап, оның мәртебесін күн секілді құдірет деңгейіне көтеріп асқақтатқан. Жауынгердің жанынан табылған күміс кеселердің бірінде ойып жазылған таңбалары бар. Бұл орталық Азия аумағынан бұрын сонды табылған жазу атаулының ішіндегі ең көнесі.